Сәлем қыздар. Чипсімен салат жейміз бе? Ендеше кеттік. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Бүгінгі салатымыз өте әдемі және қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Бірінші ірімшігімізді үкіштен өткізіп аламыз. Одан соң краб таяқшаларымызды төрт-бұрыштілеп кесейік. Кезекте піскен картоплымызды ұсақтаймыз. Енді тұқымымыздың ағы менен сарысын ұсақтап, бөлек ыдыстарға саламыз. Әдемі ыдысымызға салатымызды жинайық. Бірінші краб таяқшаларымызды саламыз. Майонез жағамыз әдемілеп. Мындай етіп бұрышын кесіп алуымызға болады. Одан соң үстіне картоп саламыз. Тұз бен майонез жағамыз. Тұқымның ағын салып майонез жағамыз. Одан соң тұқымның сарысы және тағы да майонез. Ең соңынан ірімшігімізді молынан себеміз. Және соңғы ингредиент чипсы саламыз.
Өте әдемі және дәмді салатымыз дайын. Артық еш нәрсенің қажеттісі жоқ. Осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.